Amazon мен Facebook 2019 және де 2022 жылдары Испания чемпионатын көрсету құқығына таласып жатыр. Осы телевизиялық революция алдағы уақытта барлық спорт түрлеріне қатысты болуы мүмкін. Сәлем, сіздермен бірге Найман каналы. Ендеше көреміз. Дәл қазір бұл келісімшарт 2,3 миллиард евроға бағаланып отыр. Бастапқы құны 700 миллион евро болған. Ла Лиганың басшысы Хавьер Тебес испаниялық арналардан 1,3 миллиард, ал шетелдік арналардан миллиард көлемінде пайда табуды жоспарлап отыр. Маусымның басында Барселона, Бетис, Депортиво, Реал кездесулерін көрсету құқығын Телеспорт пен ВКонтакте желісі сатып алған. Алайда Месси мен Роналдоны тікелей эфирден көрсету тек ұлттық арналар емес, Amazon мен Facebook желісі де таласып отыр. Бұрын Испанияда телевизия құқығына байланысты мүлдем басқа жүйе болатын. Ол кезде Ла Лига тек Реал мен Барселона командаларының матчын сатқан. Ал қалған клубтар мәселелерін өздері шешуге мәжбүр болған. Ла Лиганың 2018 және де 2019 жылдардағы маусымын Медиапро мен Movistar компаниялары көрсетпек. Маусымнан түсетін жалпы сома 983 миллион евро. Еуропадағы үздік лигаларды телевидениеден көрсету құқығы төмендегідей бағаларға сатылып жатыр. Англия 2,359 миллион. Испания 983 миллион. Италия 945 миллион. Германия 628 миллион. Франция 727 миллионды құрап отыр. Қазақстандық телеарналар не үшін тікелей эфирді сатып алмайтындығы енді белгілі болды.